Бала кезімнен-ақ өмір маған қатаң қарады. Жетімдер үйінде өстім. Туған туыс, туар жақын деген болмады. Өмірдің ащы дәмін ерте тартқан соң, мен өзіме тек өз күшіммен тірі қалам деп серт бергем. Бірақ тағдырдың әзілі ме, әлде менің әлсіздігім бе, күйеуге шыққан соң қайтадан біреуге тәуелді болдым. Күйеуім құрылысшы, айлығы аз, кейде мүлде қолына түспейді, қарызға да жиі бататын. Біздің жеке үйіміз болмады. Амалсыз күйеуімнің ағасының үйінде, яғни қайнағам мен оның әйелімен бірге тұрамыз. Үйде төртеуміз, алғашында аз уақытқа ғана деп ойлағам, бірақ айлар өтті, жыл өтті, бәрі сол күйі. Күйеуім үнемі, сен үйде отыр, әйелдің міндеті ас үйде отыру, ас әзірлеу, бала табу дейтін. Ал мен іште, қайдағы бала, өзімді әрең асырап отырғанда деп қайналатынбыз. Кейде жұмыс істейін десем, ренжіп ұрыс шығаратын, ақша табу менің міндетім. Сен үйде отыр деп шорт кесетін. Бірақ ақшаны табу оның міндеті болса да, сол үйге ақша аз түсетін. Ал мен болсам үй шаруасына кіріптар. Бір бөлмеде ғана өзімнің дүниемді құрып, бостандыққа зәру боп жүрдім. Осылайша өміріміз тығырыққа тірелген. Менің өмірімде мейірім, жылулық, әйел боп сезіну деген жоқ еді. Қайнағам мен күйеуім мінездері жер мен көктей. Күйеуім тұйық, үнсіз, бір сарынды. Қайнағам ашық жарқын, өзіне сенімді, сөзі өткір. Оның қолында қала ортасында көлік жуу бекеті бар. Ақшасы да жеткілікті. Үйінде жаңа жиһаз, әйеліне қымбат шубалар, тіпті алтын сақинаға дейін алып беретін. Мен кейде іштей, бір үйдің балалары болса, екеуі неге осынша бөлек деп ойлайтынмын. Кейде ашу үстінде күйеуіме, ағаң сияқты неге болмайсың деп айтып қалатынмын. Содан соң өкініп кешірім сұрайтынмын. Қайнағамның әйелі салдыр-салақ. Үйдің берекесін кіргізіп отырған мен. Шаңды сүртемін, еден жуамын, ас дайындап беремін, ал ол болса бар күшін тек төсекте сарп ететін. Түн сайын олардың бөлмесінен ыңғайсыз дыбыстар естілетін. Алғашында құлағымды жастықпен басып ұйықтауға тырысатынмын. Бірақ уақыт өте келе сол дыбыстар менің ішімде біртүрлі сезім оятты. Әйел болып жылулық көрмегеніме көп болған. Күйеуім маған ешқашан құшақ жайып нәзік сөздер айтқан емес. Ал төсекте бәрі тым тез, тым салқын өтетін. Ештеңе сезбейтінмін, себебі ол тез бітіретін. Бір түнде қайнағамның бөлмесінен шыққан дыбыстар ерекше қатты естілді. Әйелі қысқа-қысқа айқай салып, одан кейін сыбырлай күле бастады. Мен төсегімде дірілдеп, жүрегім атша тулап жаттым. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Көзімді жұмсам да, құлағымда сол тыйым салынған дыбыстар, ал ойымда қайнағамның жымиған жүзі. Күндердің бір күні таңертең ас бөлмеде жалғыз шай ішіп отыр едім. Қайнағам ұйқыдан тұрған беті кіріп келді. Үстінде тек ақ жейде, жартылай ағытылған түймелер. Шашы сәл қайрылған, көзінде ұйқының жылуы бар. Таңертең ас дайын ба, келін деді. Дауысы түсініксіз бір жылы, бірақ еркектік өктемдігі сезілді. Мен өзімді қолыма алмақ болып, "Иә аға, шайыңыз дайын" дедім. Көзім оның жейдесінің ағытылған жеріне еріксіз түсті. Сол сәтте көзіміз түйісті. Әдеттегідей емес, бұл жолы ол мені ұзақ қарады. Секундтар созылып кеткендей. Ішімнен бір дауыс, "Жүрегің дүрсілдеп тұр. Тоқтат, бұл тыйым" деді. Басқа бір дауыс, "Ол сені әйел ретінде көріп тұр" деп сыбырлады. Кенет ол жымиып, "Сенің шайың дәмді ғой, келін" деп, шайын ұрттап көзін тайдырмай қарады. Мен ұялғаннан басын төмен салдым. Бірақ дәл сол сәтте бір нәрсе өзгергенін іштей сездім. Сол күннен бастап әр кездесуімізге көзқарасымыз бір сәтке болса да тоқтап қалатын болды. Түнде оның бөлмесінен шыққан дыбыстар бұрынғыдай жай ғана дыбыс емес, біртүрлі шақырту сияқты сезілетін. Сол кеште үйдегілердің бәрі ұйықтап қалған болды. Күйеуім вахтада, қайнағамның әйелі күні бойы телефон шұқылап шаршап жатып қалатын. Мен ыстық душ қабылдағым келіп, жеңіл халатымды киіп ваннаға кірдім. Су жылы, бу көтеріліп, айнаны тұманданып жатты. Кеудемде бір түсініксіз толқу бар. Бұл жай ғана судың жылуы емес еді. Біраздан соң әдейі ме әлде бейсаналы түрде де есікті толық жаппадым. Су сыртқа тарап, дәлізге жылы леппен бірге менің сәл тұншыға шыққан тынысымда естіліп жатты. Кенет есік сәл ғана сықырлап ашылды. Айналып қарасам, ол қайнағам. Көзіне тіке қарауға батпадым, жүрегім дүрс-дүрс. Есік алдынан қалыпты. "Есік ашық қалыпты" деді жай ғана, бірақ даусы баяу, ауыр естілді. Ол ішке қадам басты. Біз үнсіз тұрдық. Судың шуы екеумізді жалғыз қалдырғандай, бүкіл әлемді өшіріп тастағандай болды. Сол сәтте менің ішкі тыйымдарымның бірі әлсіреп, тек бір ғана ой салды. Бұл сәтті тоқтата алмайсың. Ол менің иығыма қолын тигізгенде, денемнен бір толқын өтіп дірілдеп кетті. Бұл басталу еді.
Ол менің иығымнан ұстап жай ғана «Су тымыстық емес пе?» деп сыбырлады. Даусы төмен, бірақ жүрекке қадалған пышақтай естілді. Мен үн қатпадым. Жауап орнына көзін төмен түсірдім. Бұл үнсіздік бізді жақындатты. Судың тамшылары иығымнан сырғап, оның қолының үстіне тамды. Сол сәттен бастап біз бір-бірімізді тынысын ғана еститіндей күйде түстік. Ол мені өзіне бұрды, көзіне тіке қарады. Қарашығында ашықта жарқын, тыйым салынған шақырту тұр еді. Жүрегім бір соққанда екі дүрс еткендей. Ақыл айқайлап, тоқта десе де денем оны тыңдамай тұрды. Ол маған жақындады. Теріміздің арасында су тамшылары ғана кедергі боп тұрды. Сол сәтте бөлменің іші буға, иістерге, тынысқа толып, уақыт мүлдем тоқтап қалғандай болды. Менің ішкі даусым әлсіреп, бір ғана нәрсе қалды. Осы сәтті сезіну. Ол мені қапсыра құшақтап, иығымнан, екі омырауымнан сүйді. Бұл жолы жайлы, бірақ қауіпті жылулық еді. Судың шуы екеумізге куә болды. Түннің ішінде біз сол шекараны аттап өттік. Ол сәт менің өмірімдегі ең тәтті әрі ауыр сәті болып қалды. Таңғы күн сәулесі перде арасынан сығалап тұр. Кешегі түн естеліктей, бірақ бір мезетте түс секілді алыс. Бірақ мен білемін, бұл жай түс емес. Ас бөлмеден кесе сыңғыр естілді. Жүрегім атқақтап, есікке қарай көз тастадым. Қайнағам дастарханға шай қойып жатыр екен. Беті бейтарап, бірақ көздері сол көздер, баяғыда емес еді. Мен үстелге отырдым. Әр қасық қант, әр шай құйылған дыбыс ішімде біртүрлі қозғайды. Тек біз ғана білетін, бірақ ешқашан дауыстап айтпайтын сыр тұр арада. Дәл сол сәтте есік тарс ашылды. Күйеуім кіріп келді. Бетінде шаршағандықпен біртүрлі қуаныш аралас. «Жаным, сен сағындым» деді ол. Мені құшақтап, қолдарым дірілдеп кетті. Бірақ мен жымиып құшаққа жауап бердім. Ас ішіп отырып, әр сөзді, әр қимылды аңдып отырдым. Күйеуім ештеңеден бейхабар екен. Ал мен кеше түнгі қателігімді қайта-қайта есіме алып, жүрегіме салмақ салып отырмын. Жылауға да дәтім бармай. Таңертеңгілік күн сияқты бәрі жай ғана басылғандай көрінгенмен ішімде дауыл соғып тұр еді. Сол дауыл енді ешқашан басылмайтынын да сезетімін. Сол кеш үйдің іші жылы, бірақ менің бойым тоңып тұрғандай. Күйеуім жұмыстан ерекше көңілді келді. «Жаным, көзіңді жап» деді ол басқаша, балаша қуанып. Қолымда бір кішкентай қорап ұстап тұр екен. Жүрегім әлде бір жақсы хабарды сезіп, әлде бір жамандықты күткендей дүрсілдеп қоя берді. Көзімді ашқанда алақанымда кілт тұрды. «Біздің енді өз үйіміз бар» деді ол. Дауысы қуанышқа толы, көздері жарқырап тұр. Мен үнім шықпай қалды. Сол сәтте кешегі түн көз алдыма келді. Қайнағамның қолы, оның көзі, менің әлсіздігім, ішімнен мен қарабетпін деп сыбырладым. Тамаққа тас тығылғандай демала алмай қалдым. «Қуаныштан жылап тұрсың ба?» деп сұрады күйеуім. Мен басымды изедім. Ол болса мені құшақтап, «Бұл үйден менді бір жолата кетеміз, енді бәрі жақсы болады» деп сыбырлады. Мен де құшақтадым. Бірақ ол құшақтың ішінде менің күнәм, ұятым, өшпейтін дағым тұр еді. Жаңа үйге көштік, адамдар бізді бақытты деп ойлайды. Тек мен ғана білемін, бұл бақыттың іргетасы тыйым салынған түннің тасасында қалғанын. Мен қанша жуынсам да бойымнан сол сезімді шайып тастай алмайтынын түсіндім. Өмір бойы менің жүрегімде бір ауыр сыр бар. Күйеуімді бағаламаппын. Осы күнге дейін оның үйде жоқтығын, шаршап шалдығып, ауыр жұмысқа жегіліп жүргенін байқамаппын. Ол баспана алу үшін менің көзімнен таса бір қалыпты жүріп, ақша жинапты. Қолыма пәтердің кілтін табыстағанда қуанышым шексіз болды. Бірақ жүрегімнің түбінде ұялған бір сезім оянды. Мен оған деген қателігімді түсініп, өзімді кінәлі сезіндім. Сол жүрек дірілімен мен оның ағасымен тыйым салынған түнді өткіздім. Иә, мен қарабетпін. Еркектің жылуын, мейірімін аңсап, осындай жолға түстім. Бұл құпия ешкімге ашылмас екен деп тілеймін. Қанша жуынсам да жаныма жабысып қалған кінәмен жиіркеніштен арыла алмаймын. Мен күйеуіне опасыздық жасаған әйелмін. Бұл қателікті ешкім қайталамағанын қалаймын. Менің тағдырым ескерту, менің жүрегімнің үні ауыр сабақ. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.